Ассаляму алейкум баршаңызға. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының шариғат және пәтуа бөлімі 2023 жылғы діни күндер кестесін бекітті. Оған сәйкес, қасиетті Рамазан айы 23 наурызда басталады. Қадір түні 17 сәуірден 18 сәуірге қараған түнге түсіп тұр. Ал ораза айт 21 сәуір. Рамазан айы әр жылы қайта оралып, мұсылман адамға өз-өзіне жаңадан тәрбие беруге мүмкіндік беретін, мұсылман пенденің сабырлығы бойынша емтихан тапсыратын ай. Оразаға ниет еткен жамағат таңнан ақшам уақытына дейін сабырлық жасайды. Ораза болған үшін кешке дейін ішіп жемейді. Сондай-ақ ашу-ызаға бой алдырмай, жұмсақтық танытады. Тұла бойын харамнан, тілін жаман сөзден, көзін сұқтанудан сақтайды. Достар, сіздерге атап өтерлік жайт. Муфтият діни мерекелердің нақты күндері жаңа айдың көрінуіне байланысты. Көрсетілген уақыттан бір күн шегерілуі немесе алға жылжуы мүмкін екенін ескертті. Достар, біздің арнамызға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліңіздер, себебі біз арнамызда көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.